цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Жасұлан Мадиевке арналады. Құрметті Жасұлан Хасенұлы, мен сұрағым еліміздегі ұялы байланыс және интернет тарифтерінің құнына қатысты. Соңғы 2 жылда 2 есеге артты. Жалпы әлемде қарайтын болсақ, 1 гигабайтына есептегенде баға төмендеп жатыр. Бірақ елімізде инфляцияны ескерсек, ол тариф құны өсіп келеді. Ұялы байланыс нарығына қатысты, оның бәсекелестікке қабілеттілігіне қатысты сын айту енді айтылып жатыр, бірақ екі монополистің ұсынған бұл қызметіне қатысты елдің сыны көп. Сонымен қатар енді бүгінде мобильді интернет қоғамдық маңызды өнімге айналып барады. Бүгінде төлем жасау, мемлекет қызмет алу, немесе есептерді толтыру интернетсіз, мобильді интернетсіз мүмкін емес. Осыған қатысты 2 сұрақ бар. Бірінші сұрақ, ұялы байланыс қызметтері қоғамдық маңызды бар нарықтар тізбесіне қашан енеді? Және екінші сұрақ, тұтынушылардың мүдделерін қорғау мақсатында мемлекеттік реттеу объектісіне қашан айналады? Рахмет. Жасұлан Хасенұлы, цифрландыру министрі. Сұрағыңызға рахмет. Енді мынау кәсіпкерлік кодексіне сәйкес 2017 жылдан бері байланыс операторларының бағалары реттелмейді. Байланыс операторлар инвестиция және шығындарды ала отырып тарифтерді дербес ретінде белгілейді. Байланыс операторлар баға келісімін немесе бағаны негізсіз көтерген жағдайларда, осы жағдайларда бәсекелестік қорғау агенттігіне құзыретіне жатады. Ал енді біз министрлік ретінде бағаны реттеуді қажетсіз деп санаймыз. Себебі саланың инвестициялық тартымдылығында төмендейді деп ойлаймыз. Министрлік салаға инвестиция тарту үшін қазір операторлармен жұмыс істейді. Мысалы, жақында біз Билайн компаниямен 5 жылдың ішінде 1 миллиард инвестиция салу жөнінде меморандумға қол қойдық. Басқа операторлармен де осындай жұмыс істелуде. Операторлардың көрсететін қызметін сапасын бізде бақылауда ұстаймыз. Ақ дақтарды анықтаймыз, айыппұл саламыз. Өзіңіз білесіз, айыппұл 10 есеге көтердік. 100 айлық есептік көрсеткіштен 1000 айлық есептік көрсеткішке дейін. Қосымша сапаны бақылау бойынша жаңа да шараларды енгізілуде. Мысалы, әкімдіктерге бақылау функциясын бердік. Тағы да цифрлық қоғамдық бақылау үшін цифрлық телекоммуникациялық картасын іске қосылды. Сондықтан осындай шараларды қазір істейміз.